Барша қайырлы күн. Бүгін ұйқымнан тұрсам, күйеуім мені ерте тұрыпты, сөйтіп мә деп керіліп алдым да, ойыма күшті ой келді. Алтын, мен алтын деп жан, завтра сен бүгін дайындашы деп еркелеп тұрсам, қойшы, қумашы, тұр да шай дайында деп қойды. Сөйтіп теріс қарап жатып алдым. Сосын жаймен артыма қарасам, күйеуім жоқ, кетіп қапты. Дедім да, сіздердің де күйеулеріңіз осындай ма, бір еркелетуді, алдауды дым білмейді ғой ше. Сөйтіп қой құрсын деп тұрып бет қолды жуып шайды дайындап ішіп алдық та, сөйтіп ашулысың ғой енді, ренжіп жүрсің типа. Сөйтіп барлық посудаларды шығарып, шықпаған жуылмағандарын барлығына шығарып, қайтып жуып, холодильникте ашыған, сасыған қаймақ сүттерді араластырып қамыр ашып тастағансың ғой. Сөйтіп әйелдер ренжісе осындай болады ғой, үйдегі жиналмай тұрған жерлерді жинап апыр-топырын шығарып тастайды. Сөйтіп барлық газдарды, шкафтарды жалтыратып, баспаларға дейін, шайнектерге дейін сүртіп жинап алдым да. Бір кезде әрі өтесің, бері өтесің, ала көзіңмен атып өтесің ғой. Ол біліп атқан ол бар ма жоқ па, өзіңмен өзің болып жүрсің ғой. Сөйтіп қойшы деп ваннаға кіріп шомылуға кіріп кеттім. Шығып бір қарасам, күйеуімнің қасында көпіріп отырмын ғой. Бағанағы ренжігенім қайда, неге әйелдер осындаймыз деймін да, ұмытып кеткенсің ғой.